бүгін сен менің қарсыңызда бүгін мен сендерге қалай Майнкрафтта типа шын аспан сияқты қылып тұру керек екенін айтамын. Типа мына осылай. Мен сендердің аспандарын осылай тұрады. Осылай қалай тұру керек екенін айтамын. Кәдімгі Майнкрафтта как обычно аспан басқаша тұрады. 4 қылып қазір мен сендерге осындай қалай істейді көрсетемін. Ол үшін біз Play Marketте Google Play'дан, короче, осылай Minecraft мод не сияқты хотите. Сосын карты мод для Minecraft PE деп тұрады. Осын тартамыз. Содан кейін осылай шығады, өздеріңнің жылдарыңды жазасыңдар. Сосын барып міне басында осылай тұрады. Осылай кіресіңдер. Сосын барып новый премиум карты, аддоны, скин, постройки, текстуры. Осы текстурыды басамыз. 16x16 оны не істейміз? Ауыстырып, абсурд қоямыз. Содан кейін барып міне осыны тартамыз. Осылай реклама болады басында. Міне осыны кіресіңдер, короче. Осы. Вот. Осынан кіресіңдер. Пока что менде тартылған соң кірмей жатыр. Және де өздерінде қалай шын сияқты кровать керек етемін. Жаңағы текстураға несеміз, осы 64x64 деген несеміз, осының астынан былай түскенде не осы кровать тұрады, осыны басамыз. Сосын открыть за просмотрды басамыз. Сосын барып екісі басамыз. Осы новый текстура дейміз. Загрузка осылай болады. Ошибка загрузки дейді. Пока что менде не істеп тұрған жоқ істейді. Бұл сосын немен істейді. То есть вайфаймен. Осы жақта фотолар көрсеңдер болады. Басқадан егер десеңдер осылай Майнкрафтқа кіреміз қазір. Настройкиді басамыз. Және де міне глобальный ресурсы деп тұрмын. Короче, нормально бір. Осыны басамыз. Айта алмай қалдым ғой. Осыны несеміз мой наборы. Бір плюс осыны активировать ету керек. Қазір енді любой бір кетіп көрейік. Әлі осы өте қоймын. Қазір бізде настройкаға кіреміз. Сосын барып глобальные ресурсы выберите. Загрузка наборов ресурсов. Это может занять решать играть мой мир. Осылай қазір не істейді? Ашылады осылай. Міне аспан, міне кровать. Бұл қиындық короче. Сіздер бұл омен қарсыңыздар, лайк басына подписаться етіңдер. Колокольчикті басуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.